ісіңізді бастап табыс тапқыңыз келсе, келесі 4 сұраққа жауап берсеңіз болады. Ол үшін арнайы дәптер аласыз да, соған бірінші графа сіздің қолыңыздан не келеді, соның бәрін жазып шығасыз. Мысалға, дәмді тамақ істейсіз, адамдарға көңіл күй сыйлай аласыз, адамдарды күлдірте аласыз, істіге аламын, постты жақсы жазамын деген сияқты осының 20 штугын жазуыңыз керек. Екінші сұрақ, оның ішінде қайсысын сіз кәсіби түрде немесе жақсы жасайсыз. Үшінші сұрақ, бұл адамдарға пайдалы ма? Соған жауап бересіз. Төртінші, ол адамдар сіз үшін неге ақша беру керек? Не үшін сізге сізге ақша беру керек, немесе бұны қалай мен монетизация жасай аламын деп жазасыз. Одан кейін қараңыз, енді бұл кез келген іс сізді тіпті адамдарға көңіл күй сыйлай аламын, адамдарды күлдірте аламын деген қазір лайфстайл жасайтын блогерлерді көретін болсаңыз, соның өзінде олар ақша тауып жүр. Немесе мысалға дәмді тамақ жасайтын адамдар қалай жасап жатыр. Осындай өздерінің қолдарынан келетін кез келген істі адамдарға пайдалы етіп және өздеріне ақша тауып жүр. Сондықтан да сіздерде осылай өздеріңіздің осы 4 сұраққа жауап беру арқылы өздеріңіздің ұнайтын істеріңізді тауып, ол арқылы сіздер ақша, табыс таба аласыздар.